Армысыздар білімсер қауым. Эфирде 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысының төменгі лигасы. Бүгінгі күн басқа күндерге ұқсамайды. Аптап ыстыққа қарамастан шілдені шаттықпен қарсы аламыз. Елдігімізді ұлықтайтын ерекше мейрам Астана күні құтты болсын. Елорда мен елбасы егіз ұғым, үйлесімдік пен бірліктің бәйтерегі болған Астана қаласы елбасымыздың ерен еңбегі. Мерекелік көңіл күй мен думанға толы ойынымызды бастаймыз. Алғашқы сайыскеріміз Сая Сұлтанғазина, Алматы қаласынан. Атым Сая Сұлтанғазы, тегінен ата жұртым ақындардың төрінен, Шәкәрім Мұхтар Абай ата туған жер, ұрпағымын ер Қабанбай елінің. Туған жерім оңтүстік Астанам, жаңа ғасыр мектебінен білім жолын бастағам. Мен осы сәтті пайдалана отырып, бүкіл туған туыстарыма және сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Келесі қатысушымыз Астана қаласының білімді ойыншысы Ақмарал Таубалды. Өр рухты қызымын мен қазақтың, сөзімді айтар туды бүгін ғажап күн. Аты жөнім Таубалды, Ақмаралмын, тұрғынымын, жас қала Астананың. 51-ші мектептің шәкіртімін, үкілеген үміті бас қаланың. Қиял емес ойлаған армандарым, халқыма еңбек етсем бар арманым. Атақ емес, даңқ емес, көксегенім, адам болсам сол менің меңзегенім. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өзімнің Астана қаласы 51-ші мектеп гимназия және де Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылына дұғай сәлем жолдаймын. Тамаша. Айдана Бердібекова, Маңғыстау облысынан. Армысыздар, білім сүйген дана халқым, әрқашан бағалаған сөздің барқын. Бердегі Айдана келіп тұрмын, арқалап Маңғыстаудың аманатын. Мен туған Маңғыстауым келу жер, 362 әулие мекен еткен. Осындай додаларға түскенімде жар болсын, Бекет атам сенім еткен. Өнегелі өтестей мектебімнің 6-шы сыныбының түлегімін. Додаға қатысушы достарыма баршаңызға сәттілік тілей. Келесі ойыншымыз Алматы қаласының Дархан мінезді дарынды ойыншысы Дархан Мананов. Мен номер 126-шы мектеп лицейдің оқушысымын. Менің бұнда келу себебім жүлделі орын алып қайту. Өмірлік ұстанымым, өзге елдің сұлтаны болғанша өз елінің ұлтаны бол демекші, мен өз еліме адал қызмет еткім келеді. Арманың әжет. Келесі қатысушымыз Ұлдана Досымбетова, Алматы қаласынан. Ұлдана менің есімім, туған жерім сұрасаң, Алматым ару бесігім. Әкем серік, ақылшым да қамқоршым, қатесі болса сөзімнің, жасаңдар түзеп кешірім. Мен Батыр баба Бауыржан Момышұлы атындағы нөмір 131-ші мектеп лицейінде оқимын. Алдағы мақсатым, білімді де сауатты тележүргізуші, жақсы тілші болу. Соңғы сайыскеріміз Бексұлтан Аукенов, Қарағанды облысынан. Армысыздар, құрметті қатысушылар мен көрермендер. Мен Бексұлтан Сарыарқаның баласымын, Қарағандының данасымын. Бүкіл халық білсін деп, арманым орындасын деп, осы сынға келдім мен. Өмірлік ұстаным бар мен, қызмет ету еліме, тірлік болу үйіме. Қатысушыларға сәттілік, маған жеңіс тілеймін. Қымбатты білімсері қауым, 21 ғасыр көшбасшысы төменгі лига зияткерлік сайысында бір маусым бойы ойынға қатысып, бірінші және екінші орынға ие болған сайыскерлердің арасында ұпай сандары бойынша үздік ойыншылардың рейтингісін жасап отырамыз. Маусым соңында үздік боп танылған 6 ойыншы маусымды ойынға жолдамалады. Ойын соңында бүгінгі ойын нәтижелерімен қоса, осыған дейінгі ойыншылардың рейтингісін тамашалауды ұмытпаңыздар. Құрметті ойыншылар, қадірлі көрермендер, 21 ғасыр көшбасшысы төменгі лига зияткерлік сайысының маусымдық кезең жеңімпазына хабар арнасының 100 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйы ұсынылады. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Міне, ойыншылармен таныстық, енді алғашқы айналымның ойын шартымен таныстырып өтейін. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Әр сұраққа жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Ойлануға 5 секундтай уақыттарыңыз бар. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы басқан компьютер түймесі арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс жанады, дұрыс болмаса қызыл түс жанады. 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында екенін естеріңізге сала кетейін. Алғашқы айналымның ойын шарты түсінікті болса, алғашқы айналымды бастаймыз. Бәйге! Бәйгеге түсіп жарыспай, жүйріктің бағы жанарма деп қазақ тегін айтпаса керек. Олай болса, бәйгенің алғашқы сұрағына көшейік. Қозы жаурын, сауыт бұзар, көбе бұзар деген атаулар қай қаруға қатысты қолданылады? Семсер, жебе, балта. Семсер, жебе, балта. Жауабы жебе. Ақмарал дәл тапты. Көбейтіндісі бірге тең сандар. Жай сандар, бүтін сандар, кер сандар.
жай сандар, бүтін сандар, кері сандар. Дұрыс жауабы кері сандар. Келесі сұрағымыз. Ағаш сабағында өсетін пішені малдың тұяғына ұқсас саңырауқұлақ. Қалай аталады екен? Дыңғұлақ, жерұлақ, шыбын жұт. Дыңғұлақ. Виктория сарқырамасы қай құрлықта? Антарктидада, Еуразияда, Африкада. Дұрыс нұсқасы Африкада. Келесі сұрағымыз. Шілде сөзі парсы тілінен аударғанда не мағына береді? 30, 40, 90. Әрине, 40 деген мағынаны білдіреді. Жер ғаламшары өз білгінен қанша уақытта айналып шығады? 1 айда, 1 жылда, 1 тәулікте. 1 тәулікте. Сараптамаға көз жүгіртейік. Ақмарал Таубалдыда 4 ұпай, Айдана Бердібековада 4 ұпай, Ұлдана Досымбетовада 4 ұпай, Дархан Мананов пен Сая Сұлтанғазинада 3 ұпайдан, Бексұлтан Әукеновте әзірге 2 ұпай. 6 сұрақ алда, жалғастырамыз. Шыңғыс ханның балаларына еншіге бөліп берген жерлері қалай аталады? Тайпа, Түмен, Ұлыс. Ұлыс деп аталған екен. Экология ұғымын енгізген ғалым. Геккель, Павлов, Мечников. Геккель. Әттең біздің ойыншыларымыз таба алмады бұл сұрақтың жауабын. Келесі сұрағымыз. Алыс сапарға шыққан жолаушының туыстарына жас балаларға әкелетін сыйлығы. Мысалы, сіздер не апарар едіңіздер? Байғазы, базарлық, көрімдік. Базарлық алып барады екенсіздер Алматыдан ауылға. Нобель сыйлығы тағайындалмайтын ғылым саласы. Математика, физика, экономика. Дұрыс жауабы математика. Кәнекей ойыншылы жинақталамыз. Вьетнамның астанасы. Сеул, Ханой, Куала-Лумпур. Кім біледі екен бұл сұрақтың жауабын? Ханой. Мәшһүр Жүсіп Көпеев атындағы мешіт қай қалада? Астанада, Павлодарда, Алматыда. Павлодар қаласында болатын бұл мешіт. Бәйге айналымының 12 сұрағын оқыдық. Ойыншыларымыз қандай нәтиже көрсетті екен? Көрейік. Айдана Бердібековада 8 ұпай, Ұлдана Досымбетовада 7 ұпай, Ақмарал Таубалды мен Бексұлтан Әукеновте 6 ұпайдан, және Дархан Мананов пен Сая Сұлтанғазинада 5-5 ұпайдан жинаған екен. Қымбатты ойыншылар, тартысты ойыны одан әр жалғастырады. Екінші айналымның ойын шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпай сандарыңыз солымен сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты. Ойыншылардың орналасу реті бойынша оқылатын болады. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені басқан алғашқы 2 ойыншыға да жауап бере алады. Естеріңізге сала кетейін. Бұл мүмкіндікті пайдаланып, дұрыс жауап берген сайыскерге 1 ұпай қосылады, керісінше қателескен жағдайда 1 ұпайы шегерілетін болады. Сонымен қатар 6 ұяшықтың 2-еуіне тосын сый жасырылған. Тосын сый ұяшығы түскен ойыншы берген сұрақтардың 3-інен артық жауап берсе, ойыншыға қосымша 2 ұпай қосылады. Екінші тосын сыйымызда бағдарламамыздың арнайы сыйлығы беріледі. Әр сұраққа ойлануға 7 секундтай уақыттарыңыз бар. Мониторингтік сараптама шығарылғаннан кейін өкінішке орай 3 ойыншымыз ойынды осы жерден тоқтатады. Екінші айналымның ойыншары түсінікті болса, келесі айналымға көшейік. Жорға. Айдана, ең соңғы оқыған кітабың қандай?
Абайдың қара сөздері және өлеңдері. Керемет, Абайдай данасы бар қазақтың бүгінгі ұрпағы оны білу міндетті деп есептеймін. Жалпы не түйдің бұл өлеңдер мен қара сөздерден? Әсіресе қай қара сөз ұнады саған? Абай Құнанбаевтың маған ең қатты ұнағаны 27-ші қара сөз. Ода дейтін шетелдердің, яғни гректердің Құдай ананы өзінен төмен санағаны туралы жазылған. Соны Абай дейтін өзінің шындығымен адамға жеткізе білді деген ойдамын. Керемет. Кітап оқуыңа, кітап құмарлығыңа қарағанда шығармашылыққа жақын бала сияқтысың. Қандай өнерің бар? Ән айтамын. Ән айтасың. Бізге бір ән айтып беруге қалай қарайсың? Әрине. Бәрекелді, олай болса, салмақты сұрақтан сайыскерлерді, яғни сенің достарыңды сергітіп алайық. Бізге бір ән орындап берсең. Достарым деген әнді орындап берейін. Теріп едік жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың, сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн, сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Ай, бәрекелді, кәнеке қошеметімізді көрсетіп қойық. Дарынға қамшы бұл көрерменнің қошеметі дейді қазақта. Бәрекелді, өнерің өрісті болсын. Енді осында көңілді күймен сұрақтарға көшейік. Қалай қарайсың? Кеттік онда. Бірінші шыққан сұрақтары арнайы өзің үшін оқылады. Етістіктің сөйлемдегі негізгі қызметі? Пысықтауыш. Қарсыластар қателесті. Сая. Баяндауыш. Дұрыс айтасың, Сая. Шеңбердің доғасымен және екі радиусымен шектелген дөңгелектің бөлігі? Уақыт өтіп жатыр, Центр. Қалай? Центр. Дұрыс емес, қарсыластар. Кім біледі екен? Үнсіздік. Дұрыс жауабы сектор. Келесі сұрақ. Құрамына суға еритін желім қосылған түрлі түсті бояу? Түрлі түсті бояу. Айдана, бұл өте оңай сұрақ деп есептеймін, кәне. Жиі қолданылады мектепте. Уақыт өтті. Жауыз. Қарсыластар. Краска. Қандай краска? Қазір Бексұлтан, дұрыс. Бексұлтан келесі. Краска. Жауаптарыңыз дұрыс емес. Бексұлтан мен Саядан бір ұпай шегеріледі. Дұрыс жауабы акварель. Акварель ол құдай ау. Келесі сұрақ. Манас әуежайы қай елде? Айдана. Манас дейтін есім ерекше мәшһүр. Осы елде, жалпы әлемде осы ел арқылы таниды. Айдана. Уақыт өтті, кәнеке жауап. Жауап жоқ, қарсыластар. Сая. Қырғызстан. Қырғызстан. Дұрыс айтасың. Дзюдо алаңы қалай аталады? Дзюдо алаңы. Уақыт өтті. Жауап бар ма, Айдана? Қарсыластар. Кім біледі екен? Жігіттер. Үнсіздік. Татами деп аталады. Қап деп өкініп қалды біздің Бексұлтан. Бірақ өкінбейміз. Айдана, саған 5 сұрақ оқыдым. Өнеріңе өте тәнтіміз. Десек те ұяшыққан сұрақтардан жауап бере алмадың. Бірақ көңіл күйін түсірме, әлде мүмкіндіктер бар. Сая, 2 сұраққа дұрыс жауап беріп 2 ұпай алғанымен, 1 сұраққа қателесіп кетіп 1 ұпай шегеріледі. Бексұлтаннан 1 ұпай шегеріледі. Келесі кезек Ұлданада. Көрермендер қошемет жеп қойық. Ұлданамыз аздап қобалжып тұрған секілді. Ұлдана, көңіл күйің қалай? Керемет. Бір сөзіңде таныстыруды айтып қалдың жаңа. Мен болашақта жүргізуші, журналист болғым келеді дедің. Бұл мамандық несімен қызықтырды сені? Мен өлең оқығанды, шығарма жазғанды жақсы көрем. Және де теледидарда көптеген жүргізушілердің маған сөйлегені ұнайды. Сондықтан мен тележүргізуші болғым келеді. Арманыңа жет, мүмкін жоғары оқу орнында таңдап қойған шығарсың. Қайда түсуді армандайсың? Егер грант алатын болсам, онда Назарбаев атындағы университетте оқимын, Астана қаласындағы. Ал егер әрине грантқа түсе алмай қалсам, Алматыда қалам, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқитын арманым бар. Бәрекелді.
армандарың орындалсын, бірақ Рахмет. біздер естігенге емес, көргенге сенетін адаммын. Сондықтан бізге бір өлең оқып берсең. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Мен қазақ» деген өлең оқып берейін. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмір, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық, арасын қоныс қылдым ірге жайып. Елім, жерім қорғайтын ерім болып, ер жеттім ен далада лықа байып. Ер түрік ұрпағымын даңқы кеткен, бір кезде Европаңды түтіреткен, кірген есік шыққаны тесік бол, күн батыстан күн шығысқа әмір жеткен. Кешегі хан Шыңғыстың ұрпағына талай сары, талай князь тағзым еткен. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмір, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Міне керемет. Міне қазақ елін өзінің ұлтын сүйген осындай жастарымыз бар да, қазақтың болашағы жарқын болары сөзсіз. Жарайсың ұлдана. Енді осындай қарқынмен сұрақтарға көшейік. Дайынсың ба? Дайынмын. Сөйлемдегі қызметі, тұлғасы, сұрақтары бірдей сөздер. Бірыңғай мүшелер. Дұрыс айтасың, бірыңғай мүше. Келесі сұрағымыз. Берілген сандар қатарындағы жиілігі ең көп сан. Жауап жоқ. Қарсыластар. Сая. Натурал сандар. Натурал сандар емес, бір ұпай алынады. Тағы кімде жауап бар? Сол сандар қатарының модасы деп аталады. Келесі. Тур де Франс жарысы спорттың қай түрінде өтеді? Тур де Франс. Алдана спортқа жақынбыз ба? Уақыт өтті. Жауап жоқ. Қарсыластар. Айдана. Веложарыс. Дұрыс айтасың. Іле өзені ағып өтетін облыс. Алматы облысы. Дәл таптың, Алматы. Келесі сұрағымыз. Латынның жабыстыру, қиыстыру деген сөзінен шыққан қолөнер түрі. Қолдана. Жауап жоқ. Қарсыластар. Бексұлтан. Еңбек. Еңбек емес. Тағы қана бір ұпай шегеледі Бексұлтаннан. Бір жауабы аппликация. Міне ұлтын сүйген ұлданаға 5 сұрақты оқыдық. Соның екеуіне дұрыс жауап беріп 2 ұпай алдың. Айданада 1 ұпай еленеді. Өкінішке орай Бексұлтан мен Саядан 1 ұпай шегеріледі. Келесі ойыншымызға көшейік. Ақмарал. Ақмарал бәйге айналым бойынша ойында 3-ші болып тұр кезекте. Жалпы Ақмарал, болашақта кім болуды армандайсың? Болашақта өзім депутат болғым келеді. Керемет, депутат деген мамандықты айтып тұрған алғашқы ойыншылардың бірісің жалпы. Неліктен бұл салаға Себебі мысалы халықтың мұң-мұқтажын осы жоғарыға жеткізу, солар үшін заң құрастыру менің осы халыққа игілік жасағым келеді. Керемет, заң құрастыру деп өзі айтып қалды. Қалай ойлайсың, қандай заңдарға өзгеріс енгізер едің? Мысалы, осы халықтың жағдайына үлес қосатын заңдарды өзгертер едім. Тамаша. Ақмарал, қазіргі болашақ депутат ретінде қазіргі таңда қандай мәселелер толғандырады? Азық-түліктің қымбаттауы және де табиғат жағдайлары. Табиғат жағдайлары. Ендеше Ақмарал, болашақта депутат болып жатсаң, бұл мәселелерді түбегейлі шешеді деген сенімдеміз. Сондықтан келесі сұраққа көшейік. Керемет, Ақмарал. Міне, Ақмарал саған тосын сый ашығы түсті. Шартты түсіндіріп өтейін. Қазір саған 5 сұрақ оқимын. Соның кемінде 3-еуіне дұрыс жауап берсең, қосымша 2 ұпай қосылады. Шарт осындай. Дайынбыз ба? Бастайық онда. Сын есімнің сөйлемдегі негізгі қызметі қандай? Анықтауыш. Дұрыс айтасың. Шеңбердің доғасымен және хордасымен шектелген дөңгелектің бөлігі. Жауап жоқ. Қарсыластар. Әнекей кім? Геометрияға жүйрік. Жауап жоқ ешкімде. Дұрыс жауабы сегмент. Келесі. Сиырды қасиет тұтатын ел. Үндістан. Дәл таптың. Үндістан. Шарль де Голль қай елдің президенті болды?
Шарль де Голль. Жоқ. Ай, әттең, қарсыластар. Кәнекей. Есімнің өзі жұмсақ, сондай бір тілдің ерекшелігін байқатып тұр. Білмейді ешкім өкінішке орай Францияның. Келесі. Жан жануарлар бейнеленетін бейнелеу өнерінің жанры. Ақмарал. Сен білесіз деген сенімден, кәнекей. Өкінішті. Қарсыластар. Жан жануарлар. Дұрыс жауабы анималистік жанр. Ақмарал, үшінші ашқын сұрақтарын оқыдым. 5 сұрақтың 2-іне ғана дұрыс жауап беріп 2 ұпай алдың. Өкінішке қарай тосынсы ұяшығын алмадың. Бірақ көңіл күй түсірме, әлі мүмкіндіктер бар. Келесі ойыншыға жалғастырамыз. Бексұлтан бізде. Бүгінгі ойынымыздың бегі әрі сұлтаны болып тұрған азаматымызға кезек келген екен. Жалпы Бексұлтанның сүйіктісі де ерекше. Өз айтып берсін, қандай сүйіктісің бар? Сүйікті ісім, мен бос уақытымда домбыра тартамын. Домбыраға қатысқанына неше жыл болды? Шынды айтсам 5. 5 жыл болды. Керемет. Қандай күйлерді сүйіп орындайсың? Мен осы соңғы орындалған және жақсы білетін сүйетін күйлерім Ақ жежелен, мама туған күнімен және балбырауын болады. Керемет. Қандай күйшілерді білесің қазақта өткен? Дәулеткерей, Құрманғазы, Дина. Дина апамыз. Тағы басқалар. Енді бір кездескенде бізге тамылжытып, бебеулетіп, күй орындап береді деген сенімдеміз. Жалпы ең соңғы оқыған кітабың қандай? Ең соңғы оқыған кітабым Хроники Нарнии. Не түйдің? Өмірде жақсылық және достық болу керек. Өйткені достар болмаса сен өзің жалғыз қалала. Ештеңе жете алмайсың дейді. Егер жалғыз болсаң, жақсылыққа да жете алмайсың дейді. Олай болса сен жақсылыққа жетесің, өйткені сенің достарың бар. Сондықтан ұяшыққа көшейік. Дайынбыз ба? Иә. Үстеудің сөйлемдегі негізгі қызметі. Пысықтауыш. Дәл таптың. Пысықтауыш. Келесі. Сан қатарының арифметикалық ортасын қалай табады? Сандардың бүкілін қосып, қанша сан бар, соған бөлеміз. Бәрекелді. Бельгияның астанасы. Әлем астаналарына деген білімнің деңгейі көрінетін сәт. Сонымен Бексұлтан жауап? Жауап жоқ. Қарсыластарда жауап бар шығар, кәне. Кім жауап береді? Бельгияның астанасы Брюссель қаласы. Джордж Вашингтон қай елдің президенті болды? ақш. ақш. Бәрекелді. Келесі. Пинг-понг ойынның ресми атауы. Үстел теннисі. Дәл таптың, бәрекелді. Міне, Бексұлтан, 4-ші ашықтың сұрағын оқыдым. Сәйкестік пе, әлде кездейсоқтық па? 4-еуіне дұрыс жауап беріп, 4 ұпай алдың. Жарайсың, жақсы нәтиже. Келесі кезек Дарханға келді. Дархан, қарсыластарыңның деңгейі қандай? Қандай баға бересің? Өте мықты. Қалай ойлайсың, бүгінгі ойында кім жеңеді? Оны көре жатармыз. Көре жатарым, жеңісті бермеймін дейсің ғой. Бермеуге тырысамыз. Бермеуге тырысасың, мен де тілекшімін. Соған жалпы сүйікті жыл мезгілің қандай? Жаз. Жаз. Мен түсінуімше жаз 3 ай демалыс болған үшін ұнай ма саған? Әлде басқа да бір себептер бар ма? 3 ай демалысты жазға барып, ауылға барып, жаңағы жылқыларға мінген ұнайды. Бәрекелді. Жаз басталды, демалыстың қақ ортасына келдік міне. Қалай демалып жатырмыз? Өте күшті. Жақсы, Дархан, онда келесі сұрағым. Болашақта кім болғың келеді? Мүмкін атқа қатысты кәсіп иесі болғың келмей ме? Жоқ, мен жаңағы ғалым болғым келеді. Ғалым болғың келеді. Міне, ізгілік жолына бастайтын ғалым болудың өзі бір жақсы, бір ерекше мамандық емес, бұл қабілет, дарындылықтың бірі. Қай салада еңбек сіңіргің келеді? Жаңағы география бойынша. Бірден сұрақтарға көшейік, Дархан. Дайынсың ба? Иә. Дархан, бұл ненің белгісі білесің бе? Тосын сый. Қандай сый болуы мүмкін? Білмеймін. Олай болса, мен саған айтып өтейін. Бұл шын мәнісінде тосын сый ұяшығы. Саған бағдарламамыздың атынан
осынау керемет ежелгі дүние жаршылары деген энциклопедияны табыс етеміз. Ойын соңында алатын боласың. Қошеметтеп қояйық, бәрекелді, сыйлық құтты болсын. Сыйлық алды. Енді сыйлықты өтейтін сұрақтарға тамаша жауап беретін сәт келді. Шылаудың сөйлемдегі негізгі қызметі қандай? Ол сөйлем мүшесі бола алмайды, себебі ол сұраққа жауап бермейді. Дұрыс айтасың. Келесі. Шеңбердің бойындағы кез келген нүктені центрмен қосатын кесінді. Радиус. Дәл таптың. Келесі. Ойыншының өз қақпасына соққан добы. Автогол. Тамаша. Келесі сұрағым. Тобыл өзені ағып өтетін облыс. Жауап жоқ. Қарсыластар. Ұлдана. Қостанай. Бәрекелді. Белгілі бір жердің, мекеннің, табиғаттың көріністері бейнеленген шығармалар. Сипаттама. Сипаттама емес, қарсыластар. Сая. Пейзаж. Пейзаж. Бір ұпай саяда. Сонымен Дархан, 5 сұрақ оқыдым. Мына бүгінгі кітаппен қоса 3 дұрыс жауап тауып 3 ұпай еншіледің тағы. Ұлдана мен Саяда бір ұпайдан бар, бір ұпайларын құтты болсын. Кәнеке қол соғып қояйық. Келесі бүгінгі ойынымыздың Саясы болып, 6-шы ойыншы біздің Саяға да кезек келген екен. Сая, бүгінгі ойынға қандай баға бересің? Бүгінгі ойынды неге теңер едің? Шынға теңеуші едім, себебі әрбір турға өткен сайын сенде алдында көптеген қиындықтар кездеседі. Қиындықтарды қалай жеңуге болады? Біздің психологтар не деді саған? Қиындықты мойымау керек тек қана, және де өзіңе сенімді болу қажет. Міне, өзі кішкентай Саямыз сондай бір қайсар мінезді қазақ қыздарының керемет үлгісіндей болып тұр бүгін. Енді болашақта кім болғың келеді, Сая? Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Дәрігер, міне, қиындығы мол. Қажырлықты қажет ететін мамандықты таңдауға не себеп болды? Үйде дәрігерлер бар ма әлде? Себебі үйде ешқандай дәрігер жоқ. Басынан өткен бір қызықты оқиғаны айтып берші бізге. Тәтем өзі гүлдердің арам шөптерін жұлып жатқан кезінде мен жағаласып, мен де жылайыншы деп бой бермей қойдым. Сол кезде тәтем жарайды деп маған көрсетіп кеткен. Бір сәтке үйге келіп сол жерге гүл жұлып жатқан жерге келсе, бүкіл гүлдерді жұлып тастап, тек қана арам шөптерін қалдырып қойды. Қол соғып қошеметтеп қояйық. Шын мәнісінде қызық әрі күлкілі оқиға болған екен. Енді Сая қазір сұрақтарға салмақты жауап беріп, ұпайды жинаудың сәті келді. Табыс септік тұлғалы сөз сөйлемде қандай қызмет атқарады? Толықтауыш. Дұрыс айтасың. Келесі. Берілген сандар қатарындағы ең үлкен сан мен ең кіші санның айырмасы? Сол санның... Уақыт өтті, кәне жауап? Сол санның... Дұрыс емес, қарсыластар, уақыт өтті, Сая. Келесі кім біледі қарсыластардан? Өзгеріс ауқымы деп аталады, біле жүріңіздер. Еуроодақ туындағы астрономиялық нысан. Не бейнеленген деген сөз ғой Еуроодақта негізгі астрономиялық белгі ретінде. Уақыт өтті. Кәне, Сая. Аспан. Аспан емес, қарсыластар. Жұлдыз бейнеленген екен. Келесі. 2016 жылға жазғы Олимпиада ойындары өтетін қала. Қай қала екен? Лондон Олимпиадасы өткеннен кейін осы қалада жоспарланып деп жиі айтылды ақпараттарда. Сая. Франция. Франция емес, қарсыластар. Ақмарал. Рио-де-Жанейро. Жарайсың, Ақмарал. Келесі сұрақ. Таэквондо жекпе-жегі алғаш қай елде пайда болды? Жауап жоқ. Қарсыластар. Кәнекей, кім біледі? Қарсыластар. Жігіттер, үнсіздік. Кореяда пайда болған екен таэквондо.
6-шы ұяшықтың сұрақтарын оқыдық саған, соның тек біреуіне ғана жауап бердің. Бірдің өзі жаман емес, жоқтан жақсы. Сондай-ақ Ақмаралда 1 ұпай бар. Жорға айналымы бойынша ойыншыларымыз мынандай нәтиже көрсетті. Ұлдана Досымбетовада 10 ұпай. Ақмарал Таубалды мен Айдана Бердібековада 9 ұпайдан, Дархан Мананов пен Бексұлтан Әукеновте 8 ұпайдан, және Сая Сұлтанғазинада 7 ұпай. Міне, білімділер бәсекесінде өз бағын сынап, бабын танытқан. Дархан мен Бексұлтан және Сая келгендерің үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы оқу жылдарында жетістіктерің көп болып, елдің мерейі, отбасының мақтанышы болыңыздар. Рахмет сіздерге. Салмақты сұрақтан сергітудің сәті туды. Бұл арада білім жарыстырдық. Ал сол арада сайыскерлердің сезімдері қандай болды екен? Сөз кезегі әріптесім Дәулет Төлетойұлына беріледі. Құрметті көрермендер, 2 айналымды да артқа тастап сергіту сәтіне де келіп жеттік. 3-ші айналымға жолдама алған Ақмарал, Ұлдана, Айдана құттықтаймын сендерді. Ақмарал, ең бірінші сауалым саған қойғым келіп отыр. Бүгін Астана күні, өзінде Астанадан келіп отыр екенсің. Жалпы бүгінгі ойын жайлы көңілмен бөлісіп, сезіммен бөлісіп өтсең. Бұл жарыс мен үшін өте қызықты болды, және де тартысты болды деп айтуға болады. Ал сұрақтар деңгейі қандай екен? Орташа. 3-ші айналым тақырыптарына дайындалдық па? Былайша, иә. Ал қай сұрақтар жиі кездесті деп ойлайсың? Қай тақырып саласында? Әрине ертегі. Ертегіні жақсы оқып келдің. Иә. Жақсы. Ақмаралдан енді Ұлданаға кезек берейік. Ұлдана, бүгінгі ойынға қандай баға берер едің? 5 деген бағаны беретін, егер ол ең биік баға болса. Ал біздің ойынды көрін эфирден, теледидардан көрген қалай екен, өзің қатыстың қандай екен? Теледидардан көрген кезде ой, сұрақтар оңай екен дегендей болды, ал мына жаққа келген кезде өзі кішкене қиындықтар туады екен. Оған көзім жетті өзімнің. Жақсы. Ұлданадан кезек Айдана өтеді. Айдана, саған қояр сұрағым бар. Көрермендер ойлайды, бұлар ойында қарсылас, өмірде қандай екен деп. Сол туралы айтыңызшы, өмірде шынында да қарсылассыңдар ма? Жоқ, біз өмірде доспыз. Жаттығулар кезінде бізді аттарымызды таныстырып, достастырған. Біз шын өмірде шынайы доспыз. Айдана, Ақмарал айтты жаңа, ертегілерден көбірек сұрақтар келсе екен деп. Саған қай салада көбірек сұрақтар келсе екен дейсің? Ғарыш туралы, ғарыш кеңістігінен көбірек. Яғни астрономияны өзің жақсы көресің. Сондықтан да сәттілік, серіктерің болсын, иә? Құрметті көрермендер, ойын жайлы толық ақпаратты 3w.білім-tv.kz сайтынан көре аласыздар. Экраннан алыстамаңыздар. Бәйгеде бабында болған, жорғада баг жанған ойыншылар додада. Құрметті ойыншылар, 3-ші айналымның ойын шарты бойынша осыған дейін жинаған ұпай сандарыңыз толығымен жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырып бойынша 10, 20, 30, 40 және 50 ұпайдан тұратын 20 сұрақ ұсынылады. Сонымен қатар бейне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Арнайы сұрақта бүлдіршіндер ойыншыларға жұмбақ жасыратын болады. Басты жауап берілмеген немесе жауап дұрыс болмаған жағдайда ойыншылардың ұпайы өзгеріссіз сақталады. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе және тосынсый ұяшығы жасырылған. Көмбе ұяшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табу тиіс. Ал тосынсый ұяшығы түскен сайыскер берілген сұрақтың ұпайын өз өнерін көрсету арқылы иемдене алады. Әр сұраққа ойлануға 8 секундтай уақыттарыңыз бар. 3-ші айналымның ойын шарты түсінікті болса, келесі айналымға көшейік. Дода! Додада ұсынылатын тақырыптар мынадай: ғарышқа саяхат, зияткерлік спорт, Антарктида, ай астындағы айбарша сұлу, бізде таңдайтын Ұлдана. Қай тақырыпқа ұяшық? Ай астындағы айбарша сұлу 50. Ұлдана, бұл бізде көмбе және тақырыпқа қатысты екенін есіңе саламын. Көмбені алдыртайық. Көмбе келді. Сұрақ мынадай: ханның баласы екі дәуге айтқан істету үшін пайдаланған нәрсесі бүгінде сандықта жасырылған. Бала дәулердің жаны қайда екенін қайдан біледі? Әмірін орындату үшін не істеу керек? Күлмес ханның баласы Өлмес ханның досы болады, Қыран қарақшы деп атайды оны. Ол пер оқуын оқыған және ол құстың тілдерін біледі екен. Сосын бірнеше аққу аспанда саңқылдап ұшып бара жатады. Сонда олар айтады екен: мынау жаңағы айбарша сұлудың туған ағасының шаһары екі дәу мұзғылған дейді. Соны еріту үшін, қайттан қалпына келтіру үшін, аны кішкене жүрсе
апан бар, соның ішінде балықтар көп дейді. Балықтар көп дейді, ең соңында қара балық шығады дейді. Қара балықтың ішіндегі шабақты алып қысқан кезде жаңағы екі дау жалынып сендерге жүгіріп келеді дейді. Сол арқылы ол Айбарша сұлудың ағасының шаһарын қайттан... Сенің ойыңша сонда көмбеде не жасырылған? Балықтың шабағы ішіндегі немесе балық. Балықтың өзі дейсің, көрейік. Балық, бәрекелді. Рахмет, Дәулет. Сонымен келесі Ақмарал. Аясындағы Айбарша сұлу 40. Сұрақ мынадай. Шаһардың күзетшісі не себепті Алтын сарайды ашуға тыйым салады? Бұл негізі ертегіде ол сол Алтын сарайда екі ат бар, екі қара ат бар. Ол екі қара ат негізі екі дау болып келеді. Ол екі дау осы шаһарды мұздатып қатырған екі дау. Сол себепті егер олар босатсақ, олар қашып кетеді деген себеппен осы сарайды ашуға тыйым салған. Дұрыс айтасың. 40 ұпай Ақмаралда. Келесі кезек Айданада. Аясындағы Айбарша сұлу 30. Қауым топ не себепті? Жалаңаш адамды шынжырлап байлап, жан-жағынан найзамен шаншып алып келе жатады. Өйткені ол адамдарды алдап және оған жеткізбей тез жүгіретін болғандықтан адамдар оны кінәлап шынжырмен байлап тастаған. Айдана, бәрекелді. 30 ұпай Айданада. Келесі кезек Ұлдана. Кәне? Антарктида 40. 1772-1775 жылдар аралығында ағылшын теңізшісі материкті іздеп саяхатқа шығады. Алайда оңтүстік поляр шеңберін 3 рет кесіп өткен ол қалың мұздардан өте алмайды. Саяхатшыны атаңыз. Материкті іздеп жүріп, мұзға кездескен саяхатшы кім болды екен? Маған да қызық. Алтына? Беллинсгаузен. Беллинсгаузен емес, қарсыластар. Бізде бірінші болған Ақмарал. Беллинсгаузен және де Михаил Лазарев. Олар да емес екен. Айдана? Жоқ. Жауап жоқ па? Біле жүріңіздер. Джеймс Кук. Джеймс Кук болатын. Ұпай өзімізде қалады. Өзгертірмейміз. Қызықты сұрақтар алда. Ақмарал. Антарктида 30. ақш ынталылары ойлап тапқан. Бағамы шартты түрде ақш долларына тең. Антарктиданың ойдан шығарылған ақша бірлігін атаңыз. Қандай ақша? Ақш долларына тең екен өзі. Өзі Антарктида деген екен. Ақша қандай ақша болуы мүмкін? Доллар? Ау? Доллар? Қандай доллар? ақш доллар? Дұрыс емес, қарсыластар. Кәнекей. Кәне, логиканы іске болса, Ұлдана, Айдана. Жауап жоқ па? Антарктида доллар. Ұлдана, дәл таптың. Антарктида доллары болатын бұл. Келесі, Айдана. Аясындағы Айбарша сұлу 20. Ханның баласы аңнан қайтып келе жатқанда, дәл шаһарының сыртынан, ағаш түбінен, басы алтын, арты күміс, бір киік тұра қашады. Өлмесін өкерімен жабыла қуғанмен киік ұстатпай кетеді. Ол не қылған киік еді? Ол өлмеске ғашық болған қыз. Дәл таптың. Дода айналымның ортасындағы сараптамаға көз жүгірте кетейік. Кімнің нәтижесі қандай? Ұлдана Досымбетовада әзірге 80 ұпай. Айдана Бердібековада 50 ұпай. Және Ақмарал Таубалдыда 40 ұпай. Ұлдана? Ғарышқа саяхат 20. Ұлдана, бұл бізде арнайы сұрақ. Жұмбақта сыратын Алматыдағы 16-шы балабақшаның тәрбиеленушісі 5 жасар Азамат Жақсыбек. Тақырыпқа қатысты емес. Экранға назар аударайық. Құрметті апайлар мен ағайлар, сіздерге бір жасыратын жұмбағым бар. Жымыңдатып көздерін түнде алыстан жанады. Таң атқанда өздері жасырынып қалады. Енді жұмбақ жымыңдатып көздерін түнде алыстан жанады, таң атқанда өздері жасырынып қалады дейді. Жұлдыздар. Жұлдыздар. Дұрыс жауапты. Не бұрыстығын экраннан тамашалайық. Жауабы жұлдыздар. Жұлдыздар. Дұрыс айтасың, Ұлдана. Ұлданаға ұпайды береміз. Келесі кезек Ақмарал
өзіңде. Ғарышқа саяхат 40. Тойохиро Акияма, Хелен Шарман, Шарль Симони, Денис Тито. Бұл есімдердің ғарышқа қандай қатысы бар? Ақмарал? Олар ғарышкерлер. Ғарышкерлер деп ойлайсың ба? Дұрыс емес, қарсыластар. Бұлар ғарышкерлер емес. Яғни кәсіби ғарышкерлер емес дегенім. Ұлдан Айдана? Білмейсіздер ме? Бұлар ғарыш туристері болатын. Ұпай өзімізде қалады. Келесі Айдана. Ғарышқа саяхат 10. Жер шарымыз қандай галактикада орналасқан? Құс жол галактикасы. Құс жолында. 10 ұпай Айданада. Келесі Ұлдана. Ай астындағы айбарша сұлу 10. Баяухан не себепті күлмес хан аталады? Баяухан өзі халқына қол жинап, тыныштық орнатам дейді. Кет бара жатқан кезде оның бір абызы бар екен, өзі әрқашан ақыл кеңес сұрайтын. Сосын ол кет бара жатқан кезде абыз есіне түседі, жанына біреу алып жаңаға абызға барады. Абызға айтады: мен жаңа халыққа тыныштық орнату үшін бара жатырмын дейді. Сонда абыз: тыныштық па, соғыс па дейді. Сен тыныштық түріңмен соғыс орнатайын деп жатсың ғой дейді. Сонда жаңағы Баяухан өзі айтады: мен онда, менің кешіріңіз, онда мен жазам, мен ешқашан күлмейін, сондықтан менің атым күлмес болсын дейді да, ол күлмес хан атанып кетеді. Бәрекелді, күлместі дәл тапқан Ұлданада. 10 ұпай бар, бәрекелді. Ақмарал. Ғарышқа саяхат 30. Ғарыш нысаны жерді қанша уақытта айналып шығады? 48 сағат. 48 сағат емес, қарсыластар. Бірінші бірізде Айдана. 108 минут. Дұрыс емес, Ұлдана. 1 минут 58 секунд. Ол да дұрыс емес, 90 минут екен. Келесі, қой өзімізде қалады. Айдана, көңілге түсірмейміз, кезек өзіңде. Антарктида 20. Антарктида 20. Антарктиданың Росса аралында орналасқан көне грек құдайының есімімен аталған әрекетті жанартауды атаңыз. Антарктиданың Росса аралында, бұл грек құдайының атына аталады. Жанартаудың аты қандай? Эребус. Эребус, 20 ұпай Айданада. Сараптамаға көз жүгірте кетейік. Әзірге Ұлдана Досымбетовада 110 ұпай, Айдана Бердібековада 80 ұпай, Ақмарал Таубалдыда 40 ұпай. Жалғастырамыз. Зияткерлік спорт 20. Бұл ойынды үнділер чатуранга деп атаған. Кезінде құмар ойын ретінде тыйым салынған. Кейін адам миының қалыпты жұмыс істеу үшін өте пайдалы екені дәлелденген. Ойынды жер шары тұрғындарының 25% ойнайды. Ойында атаңыз. Дойбы. Қарсыластар, дұрыс емес. Шашки. Шашки емес. Айдана, қандай ойын болуы мүмкін? Дұрыс жауабы шахмат. Ұпай өзімізде қалады. Ақмарал. Зияткерлік спорт 40. Ақмарал, бұл бізде бейне сұрақ, және тақырыпқа қатысты екенін айта кетейін. Экраннан тамашалаймыз. Халықаралық тоғызқұмалақ қауымдастығын ұйымдастырумен 2009 жылы Азия чемпионаты, 2010 жылы әлем чемпионаты, 2011 жылы Европа чемпионаты өткен еді. Тоғызқұмалақтан тұңғыш әлем чемпионаты 2010 жылдың 1-7 қараша аралығында Астана қаласында өтті. Ал екінші әлем чемпионаты 2012 жылы шілде айында ұйымдастырылды. Екінші әлем чемпионаты қай елде өткен еді? Уақыт өтті. Қырғызстан. Қырғызстан. Емес, қарсыластар. Ұлдана, Айдана. Ресей. Ресейде емес. Ұлдана, алып қосары жоқ па? Біле жүріңіздер. Чехияда өткен екен, Пардубице қаласында.
Лондон олимпиадасымен тұспа-тұс келгендіктен тоғызқұмалақ ойыны назардан тыс қалып қойды сол кезде. Келесі, Айдана. Ғарышқа саяхат келу. Ғарышкерлер жерге қалай оралады? Ол ұшатын кемесінен жерге түседі. Сол кезде жаңағы адам оның арқасында парашюті бар, жерге сонымен түседі. Дұрыс емес, қарсыластар. Кім біледі екен? Ақмарал Ұлданада жауап жоқ секілді. Дұрыс жауабы мынадай. Ғарыш кемесі жоғарғы қабаттарда екіге бөлініп, атмосфераның қатты қабаттарында жанып кетеді. Одан бөлініп шығатын арнайы қонуға арналған аппарат ғарышкерлермен жер орбитасына енеді. Шамамен 10 километр биіктікте парашют ашылып, ғарышкерлер аппаратты жерге қондырады. 50 ұпайлы сұрақ қиын, сондықтан ұпай өзімізде қалды бұл жолы. Сонымен сұрақтардың барлығы оқылды, енді жеңімпазды анықтайтын сәт келді. Кім жеңімпаз? Ол үшін сараптамаға көз жүгіртеміз. Ұлдана Досымбетовада 110 ұпай, Айдана Бердібековада 80 ұпай, және Ақмарал Таубалдыда 40 ұпай. Кәнекей көрермендер, қошеметімізді көрсетейік жеңімпаздарымызға. Біздің ойымызға қатысып, өзінің білімін ортаға салып, өзін жақсы танытып, жан-жақтылығымен көзге түскен Ақмарал, саған тек табыстар тілейміз. Бұл жеңіліс алдағы жеңісті күндердің басы болсын деймін. Өйткені болашақ әлі алда, талай білім бәйгелерінде өз биігіңді бағындыратыныңа сенімім зор. Шыңнан шыңға, Ақмарал. Келесі қатысушымыз Айдана Бердібекова да 80 ұпай, нәтиже жаман емес. Бүгінгі тартысты ойында өзіндік өрнегімен есте қалдың, Айдана. Алдағы оқуда жетістіктер тілеймін. Рахмет келгеніңе. Сонымен бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Ұлдана Досымбетова да 110 ұпай. Әрине бұл маусымдық ойынға өтуге аздық етеді, десек те бүгінгі жеңімпазсың. Ойында көрсеткен алғырлығы мен терең білім үшін білім ел арна және хабар арнасының арнайы дипломмен марапаттаймыз сені. Талабыңа нұр жаусын. Ортаға кел. Бәрекелді. Бұл жеңімпаз дипломы. Бұл дипломды бермес бұрын айтарым саған. Бүгінгі ойын қалай өтті? Неге теңер едің? Бүгінгі ойын керемет өтті. Мен қарсыластарымның бәрі жеңілген жоқ, олар да жеңімпаз. Ұпайлар жағынан кемшіліктер болды. Әрине, әр адамның басына өтетін оқиға, бірақ оларға алда сәттіліктер тілеймін. Ал бұл жеңісті кімге арнаймыз? Әрине, ата-анам мен отбасыма арнаймын. Олай болса, жеңісің құтты болсын. Кәне биік көтер. Биік көтер. Астана тәуелсіздігіміздің тұғыры, елдігіміздің тұмары. Астана жарқын болашақтың бейнесі, жасампаздықтың белгісі. Мереке құтты болсын. Көріскенше күн жақсы. Аманжол Сағи 230 ұпай, Яссау Исмаханов 200 ұпай, Аяна Тағаева 190 ұпай, Арман Жұмахан 160, Ернар Тұрсынбаевта 150 ұпай, Толқын Оразбайда 140 ұпай.